даже не смогу вам демонстрацию сделать на этом. Ничего же страшного, никак. Вас не слышно? Все, когда начинает вести регистрацию, уже заполнили. Қоғамдық тыңдаудың жүргізу тәртібі сіздермен барлықтарыңызға қатысушылар тіркеуден өтуін сұраймын. Қайырлы құрметті қоғамдық тыңдаушылар, қатысушылар, экологиялық заңнама талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесі қоғамдық тыңдаудың өткізу міндеті болып табылады. Бүгін қоғамдық тыңдаулары 2025 жылының 28 сәуірінде номер 29-14 лицензия бойынша 5 жылға арналған қатты пайдалану қазбалары барлау жоспары 2025 жылғы 11 маусымдағы лицензия ұзарту жобасы екінші санаттағы объекті үшін әсер ету экологиялық рұқсат алу материалды қарастырылады. Мен Абдықадыр Ербол Айтмырзаұлы, Қопа ауылының әкімімін. Қоғамдық тыңдаудың өткізу үшін бізге хатшы сайлау қажет. Не жерде хатшы? Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін бізге хатшы сайлау қажет. Қандай ұсыныстар болады? Қарсылық жоқ па? Сіздер таратарыңыздар. Құрметті тыңдаушылар, қатысушылар, келесі жұмыс регламентін ұсынылады. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 15 минут өткізіледі. Баяндамалардың талқылауы 15 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары 10 минут. Естосыздар ғой. Қорытынды шығару 5 минут. Ұсынылған регламент кім келіседі? Дауыс беруіңізді сұраймын. Кім келіседі? Қарсы? Регламентке. Жаңаларда қорытындысы бойынша қоғамдық тыңдаудың хатшысы жасалып жобалық материал бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстар енгізеді. Олардың Абай облысы табиғи ресурстар және табиғи пайдалану реттеу басқармасының сайтында сондай-ақ қоршаған орта мен табиғи ресурстар жай-күйі ұлттық деректер мен банкті ақпарат жүйесін танысуға болады. Мен қоғамдық тыңдауды бастауды ұсынамын. Баяндамашылар сөз беріледі. Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Қоғамдық тыңдауларға баяндама 2025 жылғы 28 сәуірдегі нөмірі 2914 ЕЛ лицензиясы бойынша 5 жылға арналған қатты пайдалы қазбалардың барлау жоспары 2025 жылғы 11 маусымдағы лицензияны ұзарту жобасына екінші санаттағы объектілерге әсер етуге экологиялық рұқсат алу материалдары бойынша. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының талаптарына сәйкес өткізіледі. Жалпы мәліметтер: әкімшілік бөлініс бойынша учаске Қазақстан Республикасының Абай облысының Үржар ауданына жатады және Аягөз қаласынан 40 км қашықтықта орналасқан. Лицензияланған аумақтың ауданы 150 шаршы метрді құрайды. Ең жақын тұрған аймақ барлау учаскесінен солтүстік батыс бағытта 20 км қашықтықта орналасқан Шымқожа кенті. Барлау жұмыстары жыл бойынша вахталық әдіспен жүргізілетін болады. Жұмыс бағдарламасына сәйкес 2025-2026 жылдары учаскеде дала жұмыстарын жүргізу жоспарланбаған, атмосфералық ауаға шығарындылар көзделмеген. Дала жұмыстарын жүргізу 2027-2030 жылдар аралығында жоспарланып отыр. Жұмыстарды жүргізудің 3 жылдан 6 жылына дейін
дала лагерін орнату көзделеді. Дала жұмыстарына тартылатын қызметкерлер саны 12 адамды құрайды. Атмосфералық ауаға әсері. Жұмыстарды жүргізу кезінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының ұйымдастырылған оң көзі анықталды. Оң көзден ластаушы заттардың 13 атауы шығарылды. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфералық ауаға әсер ету жергілікті деңгейде жүреді және әсер ету аймағымен шектеледі, яғни 500 метр. Осы жұмыстардың атмосфералық ауданның жай-күйіне әсерін азайту үшін мынандай іс-шаралар көзделеді. Ол технологиялық жабдықтарды, механизмдер мен автокөліктерді техникалық байқау және профилактикалық жұмыстарын жүргізу, суды қолдана отырып бұрғылау жұмыстарын жүргізу, қызмет барысында қоршаған ортаға түзілетін ластаушы заттардың шоғырлануын бақылау. Жалпы жұмыс кезінде атмосфералық ауаға әсері шамалы деп бағаланады. Су ресурстарына әсері. Жұмыстарды жүргізудің технологиялық процесі техникалық суда жұмысшы персоналды ауыз сумен қамтамасыз етуді талап етеді. Ауыз сумен жабдықтау әкелінетін, техникалық әкелінетін болады. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде сумен жабдықтаудың стационарлық көздері талап етілмейді, өйткені учаскедегі барлық жұмыстар уақытша болып табылады. Учаскеде солтүстік батыс бағытта 8 км-ден астам қашықтықта Жыланды көлі орналасқан. Учаскеден оңтүстік бағытта 10 км-ден астам қашықтықта Шыңқожа көлі орналасқан. Алаңның оңтүстік шығыс шекарасы бойымен Ай өзенінің аңғары созылып жатыр. Абай облысы бойынша азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы филиалы сіз қоса берген географиялық координаттарға сәйкес сұратылып отырған жер учаскесінде су қорғау аймағы мен белгілеулері туралы мәліметтер жоқ екенін хабарлайды. Абай облысы жобада көзделген барлық жұмыстар су объектілерінен 500 метрден астам қашықтықта, яғни су объектісіне қандай да бір әсер етпеу үшін шағын өзендер үшін және су қорғау аймақтарының ең аз емен тыс жерде жүргізілетін болады. Табиғи су объектілерінен су алу және ағымды суларды ағызу көзделмеген, су ресурстарына әсер етпейді, өйткені суды алу және ағымды суларды ағызу жоқ, сонымен қатар химиялық заттармен ластану жоқ. Барлау жұмыстары учаскесі әлеуетті су қорғау аймағымен белдеуден тыс орналасқандықтан Қазақстан Республикасының су кодексінің 126 бабына сәйкес бассейндік инспекциялармен келісілу талап етілмейді. Су қорғау аймақтары мен белдеулерін орнату жобасын әзірлеу талап етілмейді. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде халық ауыз су және шаруашылық мұқтаждарын, суға деген қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін су объектісінен тікелей алып қоюмен немесе алып қоймай жер үсті және жер асты су ресурстарын пайдалану, сондай-ақ өнеркәсіптік, шаруашылық, тұрмыстық, дренаждық және басқа да сарқынды суларды ағызу көзделмейді. Қазақстан Республикасының су кодексінің 66 бабының 1 тармағына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсатты ресімдеу қажеттілігі жоқ. Жер қойнауына әсері. Геологиялық барлау жұмыстарын жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу бойынша және қоршаған ортаға зиянды әсер азайту кезінде жер қойнауының ластануын болдырмауға бағытталған Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауының пайдалануы туралы Қазақстан Республикасының кодексінің және Қазақстан Республикасының қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде жер қойнауын қорғаудың бірыңғай қағидаларының талаптарына сәйкес жүргізілу жоспарлануда. Жер ресурстарына әсері. Семей орманы географиялық координаттарға сәйкес сіздің өтініште көрсетілген учаскеде ерекше қорғалатын табиғи аймақтар жермен тыс жерде орналасқан деп хабарлайды. Жобаға енгізілген қоршаған ортаны қорғаудың негізгі міндеттері топырақ жамылғысын барынша сақтау, топырақ өсімдік жамылғысының рекультивацияларын жүргізу болып табылады. Барлау жұмыстар аумағында топырақтың бұзылуы мен ластануын азайту үшін мынандай ережелерді мүлтіксіз сақтау қажет. Персоналды оқытудың және қозғалыстың оңтайлы схемаларын әзірлеу арқылы жұмыс аумағы бойынша автокөліктің қозғалысын ретке келтіру, өндіріс және тұтыну қалдықтарын полигондарға немесе мамандандырылған кәсіпорындарға, контейнерлер мен уақытша қойма орындарына толтыруға қарай жинауды және әрекетті ұйымдастыру, профильді уақытылы қалпына келтіру, шұңқырларды толтыру және бетті тегістеу. Өсімдіктер мен жануарлар әлемі. Қазақстан Республикасы Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесінің комитетінің Охотзоопром республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны сіздің өтінішіңізді қарап жауап ретінде мынаны хабарлайды. Охотзоопром
көші-қон деректері бойынша участке қаралатын координаттарына ерекше қорғалатын табиғи аймақтарына жатпайды. Сонымен қатар аталған координаттарда маусымдық көші-қон жолдары өтетінің және сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жабайы тұяқты жануарлардың, атап айтқанда жабайы тау қойларының, яғни арқарлардың мекендейтін орындары болып табылатынын хабарлаймыз. Абай облысы бойынша облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі іс-шаралармен келісу бар. Жобада жасыл желектерді бұзу көзделмейді, жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану көзделмейді. Жануарлар мен өсімдіктер әлемінде теріс әсерді азайту үшін жобада іс-шаралар кешені көзделеді. Олар персоналды оқытудың және қозғалыстың оңтайлы схемаларын әзірлеу арқылы жұмыс аумағы бойынша автокөліктің қозғалысын ретке келтіру, өндіріс және тұтыну қалдықтарын полигондарға немесе мамандандырылған кәсіпорындарға контейнерлер мен уақытша қойма орындарын толтыруға қарай жинауды және әкетуді ұйымдастыру, қызметкерлерге жануарды аулауға жол бермеу және құстардың ұяларын бұзу туралы нұсқындық, жануарлардың жаппай көші-қон кезінде өндірістік жұмыстарды тоқтата тұру, экологиялық мазмұны ағартушылық жұмыс. Өндірістік және тұтыну қалдықтары. Жұмыстарды жүргізу кезінде негізгі қалдықтар ол коммуналдық тұрмыстық қалдықтар, дәнекерлеу электродтарын жабу, майланған шүберек және пайдаланылған индустриалдық май болып табылады. Қабылданған операция қалдықтардың пайда болған жерінде жинақталуы, жұмыс жүргізген кезінде түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтары арнайы бөлінген алаңда уақытша жиналады. Қалдықтардың жиналуына қарай полигондарға немесе кәдеге жаратуға шығарылады. Қалдықтардың жиналуы 6 айдан аспайды. Егер барлық іс-шаралар орындалса, қалдықтардың пайда болуы мен жиналуы қауіпсіз болады және қоршаған ортаға әсері шамалы болады. Физикалық әсері. Жобаланған жұмыстардың физикалық әсер ету деңгейі жергілікті және уақытша болып табылады. Жалпы жобаланатын объектінің халық пен персоналдың денсаулығына физикалық әсері рұқсат етілген деп бағаланады. Әлеуметтік экономикалық орта. Жобаны іске асыру жобаланатын объектілердің маңында олардың шаруашылық қызметке немесе демалыс құқығы саласында тұратын адамдардың мүдделеріне теріс әсер етпейді. Жалпы алғанда қоршаған ортаға әсері өте қолайлы деп бағаланады. Полигондар мен аумақтардың санитарлық эпидемиологиялық жағдайына әсер ететін басқа объектілерді орналастыру жоспарланбайды. Жоғарыда айтылғандарға сәйкес жобаланған жұмыстар қарастырылып отырған ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсер етеді. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Ластаушы заттардың шығарындыларын бақылау мақсатында жобада әсер ету аймағының шекарасында заттай зерттеулер жүргізу көзделеді. 500 метрде. Ауа сынамаларының азот диоксидіне, биорганикалық шығанына талдау жүргізу ұсынылады. Атмосфералық ауа сынамаларын алу жылына 1 рет жүргізіледі. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Жобада қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайту мүмкіндік беретін іс-шаралар тізбесі көзделген. Олар суды пайдаланып бұрғылау жұмыстарын жүргізу, сарқынды суларды СЭС-пен келістірілген орындарға беру, сумен жабдықтаудың қайталама жүйелерін енгізу, мобильді жұмысты орнату. Барлау жұмыстарымен бұзылған жер учаскелерін рекультивациялау, бұзылған жерлерді қалпына келтіру кезінде аумақты көгалдандыру, яғни шөп егу, қызметкерлерге жануарларды аулауға жол бермеу және құстардың ұяларын бұзу туралы нұсқаулық. Экологиялық мазмұндағы ағартушылық жұмыс, сигналдық қоршау ленталарын пайдалана отырып, жұмыс аумағында және жануарлар шоғырланған жерлерде арнайы ескерту белгілерін орнату. Өндірістік жабдықтар мен техникалық тораптарға түсу нәтижесінде жануарлар дүниесі өкілдерінің кіруін және кездейсоқ өлуін болдырмау үшін бұрғылау алаңдарын қоршауды ұсынады. Жабайы жануарлардың, оның ішінде қазақстандық тау қойларының, яғни арқарлардың мекендеу ортасын, көші-қон жолдарын сақтау үшін іс-шараларды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанның биоалуантүрлілік сақтау қоры Қазақстан қорына қаржылық аударымдар. Және де қатты тұрмыстық қалдықтар түзілуін және өндірістік қалдықтарды есепке алу, оларды полигондар иелеріне мамандандырылған ұйымдарға беру үшін уақытылы әкету. Менде осымен баяндама аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Oldu ya, biz bayanlamaya. Bizim tarafımızdan ilgili sınavlar yok. Kız.
регламент. талқылауға көшеміз. Рұқсат. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, және тұрып аты жөніңіз таныстырып, сұрақтарыңыз қойсаңыздар. Сұрақ жоқ, барлығы заң аясында болса ол. Неше түрлі беріңіз барлығы. Сұрағына жоқ қой, сұрақтар? Сұрақ жоқ, түсінікті бар ма? Егер ниет білдірушілер болмаса және барлық сұрақтар қосылса, біз қорытындыға көшеміз. Қоғамдық тыңдаушылар өткізу ережелеріне сәйкес кәсіпорын қоғамдық тыңдаушылар нәтижесі бойынша қоғамдық пікір ескере ұсынылған жоба өзгерістер енгізу тиіс. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы атқарушы органдар беріледі және Абай облысы табиғи ресурстар және табиғи пайдалану ресурстар басқармасы мемлекеттік мекемесінің интернет ресурстар сондай-ақ келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып қоршаған орта және табиғи ресурстар жай-күй туралы ұлттық деректер банк ақпараттық жүйесіне жарияланады. Қатысқандарыңыз үшін рахмет. Барлықтарыңызға қатысты. Все, мы слушаем завершение регламента заседания данного заседания. Бастай берейік те болды. Сейчас. Сейчас управление зайдет. Алло, что? Да он еще не приехал. Подождите, я не могу говорить. Эльдана, у нас, получается, с другого ноутбука будет показ презентации вот тут, на этом экране. Я, наверное, не смогу вам демонстрацию делать на этом ноутбуке. Ничего же страшного или как? Вас не слышно? Ничего страшного. Хорошо. Все, тогда мы будем начинать. Мы лист регистрации уже заполнили. Все хорошо. Можете начинать. По регламенту. Да. Да, сюда. Я. Қоғамдық тыңдауды жүргізу тәртібі. Сәлеметсіздердің барлықтарыңызға қатысушылар. Тіркеудің өтуін сұраймын. Қайырлы құрметті қоғамдық тыңдаушылар, қатысушылары, экологиялық заңнама талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесі қоғамдық тыңдауын өткізу міндетті болып табылады. Бүгін қоғамдық тыңдаулары 2025 жылының 28 сәуірінде номер 29-14 лицензия бойынша 5 жылға арналған қатты пайдалану қазбалары барлау жоспары 2025 жылғы 11 маусымдағы лицензия ұзарту жобасы 2 санаттағы объекті үшін әсер ету экологиялық рұқсат алу материалдық қарастырылады. Мында отырсыздар ғой. Мен Абдықадыр Берікұл Айтмырзаұлы, Қопа ауылының әкімімін. Қоғамдық тыңдаудың өткізу үшін бізге хатшы сайлау қажет. Мына жерде хатшы. Қоғамдық тыңдаулар өткізу үшін бізге хатшы сайлау қажет. Қандай ұсыныстар болады? Қарсылық жоқ па? Сіздер тараптарыңыздан. Құрметті тыңдауға қатысушылар, келесі жұмыс регламентін ұсынылады. Баяндамашылардың сөз сөйлеуі 15 минут өткізіледі. Баяндамалардың талқылауы 15 минутқа дейін, қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстарын 10 минут. Естіп отырсыздар ғой?
қорытынды шығару 5 минут. Ұсынылған регламент кім келіседі? Дауыс беруіңізді сұраймын. Кім келіседі? Қарсы. Я қолымызды көтереміз. Тыңдауларда қорытындысы бойынша қоғамдық тыңдаудың хатшысы жасалып жобалық материал бойынша барлық ескертулер мен ұсыныстар енгізіледі. Олардың Абай облысы табиғи ресурстар және табиғи пайдалану реттеу басқармасының сайтына, сондай-ақ қоршаған орта мен табиғи ресурстар жай-күйі ұлттық деректермен банкті ақпараттық жүйесін танысуға болады дейді. Нет. Мен қоғамдық тыңдауды бастауды ұсынамын. Баяндамашылар сөз беріледі дейді. Халықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Қоғамдық тыңдауларға баяндама 25 жылғы 28 сәуірдегі нөмірі 2009-4 ЕЛ лицензиясы бойынша 5 жылға арналған қатты пайдалы қазбалардың барлау жоспары 2025 жылғы 11 маусымдағы лицензияны ұзарту жобасына екінші санаттағы объектілерге әсер етуге экологиялық рұқсат алу материалдары бойынша. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасының экологиялық кодексінің 96 бабының талаптарына сәйкес өткізіледі. Жалпы мәліметтер. Әкімшілік бөліміміз бойынша участке Қазақстан Республикасының Абай облысының Үржар ауданына жатады және Аягөз қаласынан 40 км қашықтықта орналасқан. Лицензияланған аумақтың ауданы 150 шаршы метрді құрайды. Ең жақын тұрған аймақ барлау учаскесінен солтүстік батыс бағытта 20 км қашықтықта орналасқан Шыңқожа кенті. Барлау жұмыстары жыл бойынша бағытталған әдіспен жүргізілетін болады. Жұмыс бағдарламасына сәйкес 2025-2026 жылдары учаскеде дала жұмыстарын жүргізу жоспарланбаған, атмосфералық ауаға шығарулар көзделмеген. Дала жұмыстарын жүргізу 2027-2030 жылдар аралығында жоспарланып отыр. Жұмыстарды жүргізудің 3-ші жылдан 6-ші жылына дейін дала лагерін орнату көзделеді. Дала жұмыстарына тартылатын қызметкерлер саны 12 адамды құрайды. Атмосфералық ауаға әсері. Жұмыстарды жүргізу кезінде атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының ұйымдастырылған оң көзі анықталды. Оң көзден ластаушы заттардың бірінші тауы шығарылды. Биологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде атмосфералық ауаға әсер ету жергілікті деңгейде жүреді және әсер ету аймағына шектеледі, яғни 500 метр. Осы жұмыстардың атмосфералық ауданның жай-күйіне әсерін азайту үшін мынандай іс-шаралар көзделеді. Ол технологиялық жабдықтарды, механизмдер мен автокөліктерді техникалық байқау және профилактикалық жұмыстарын жүргізу, суды қолдана отырып бақылау жұмыстарын жүргізу, қызмет барысында қоршаған ортаға түсетін ластаушы заттардың шоғырлануын бақылау. Жалпы жұмыс кезінде атмосфералық ауаға әсері бағаланады. Су ресурстарының әсері. Жұмыстарды жүргізудің технологиялық процесі техникалық сушылар, жұмысшы персоналды ауыз сумен қамтамасыз етуді талап етеді. Ауыз сумен жабдықтау техникалық әкелінетін болады. Барлау жұмыстарын жүргізу кезінде сумен жабдықтау стационарлық көздері талап етілмейді, өйткені учаскедегі барлық жұмыстар уақытша босатылады. Учаскеде солтүстік батыс бағытта 8 км-ден астам қашықтықта Жыланды көлі орналасқан. Учаскеде оңтүстік бағытта 10 км-ден астам қашықтықта Шыңқожа көлі орналасқан. Алаңның оңтүстік-шығыс шекарасы бойымен Ай өзенінің аңғары созылып жатыр. Абай облысы бойынша азаматтар бағытынан мемлекеттік корпорациясы филиалы қосатын географиялық координаттарға сәйкес сатылып отырған жер учаскесінде су қорғау аймағымен белгілері туралы мәліметтер жоқ екенін хабарлайды. Абай облысы жобада көзделген барлық жұмыстар су объектілеріне 500 метрден астам қашықтықта, яғни су объектісіне қандай да бір әсер ету үшін шағын өзендер үшін және су қорғау аймақтарының ең аз ең кішіктерге жүргізілетін болады. Табиғи су объектілеріне су алу және ағындық суларды ағызу көзделмеген, су ресурстарына әсер етпейді, өйткені суды алу және ағынды суларды ағызу жоқ. Сонымен қатар химиялық заттармен ластану жоқ. Барлау жұмыстары учаскесі әлеуетті су қорғау аймағымен белгіленген тыс орналасқандықтан Қазақстан Республикасының су кодексінің 126 бабына сәйкес бассейн инспекцияларымен келісілу талап етілмейді. Су қорғау аймақтары мен белгілерін орнату жобасын әзірлеу талап етілмейді. Геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу кезінде халық ауыз су және шаруашылық мұқтаждарын
суға деген қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін су объектісінен тікелей алып қоюмен немесе алып қоймай жер үсті және жер асты су ресурстарын пайдалану, сондай-ақ өнеркәсіптік, шаруашылық, тұрмыстық, дренаждық және басқа да сапқын суларды ағызу көзделмейді. Қазақстан Республикасының Су кодексінің 66 бабының 1 тармағына сәйкес арнайы су пайдалануға рұқсатты ресімдеу қажеттілігі жоқ. Жер қойнауына әсері. Геологиялық барлау жұмыстарын жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу бойынша және қоршаған ортаға зиянды әсер азайту кезінде жер қойнауының ластануын болдырмауға бағытталған Қазақстан Республикасының Жер кодексінің жер қойнауы және жер қойнауының пайдалануы туралы Қазақстан Республикасының кодексінің және Қазақстан Республикасының қатты пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде жер қойнауын қорғаудың бірыңғай қағидаларының талаптарына сәйкес жүргізу жоспарлануда. Жер ресурстарына әсері. Семей орманы географиялық құбылыстарға сәйкес сіздің өтініште көрсетілген учаскеде ерекше қорғалатын табиғи аймақтар жерден тыс жерде орналасқан деп хабарлайды. Жобаға енгізілген қоршаған ортаны қорғаудың негізгі міндеттері топырақ жамылғысын барынша сақтау, топырақ өсімдік жамылғысының рекультивацияларын жүргізу болып табылады. Барлау жұмыстары аумағында топырақтың бұзылуы мен ластануын азайту үшін мынадай ережелерді мүлтіксіз сақтау қажет. Персоналды оқытудың және қозғалыстың оңтайлы схемаларын әзірлеу арқылы жұмыс аумағы бойынша автокөліктің қозғалысын ретке келтіру, өндіріс және тұрғын салғыштардың полигондарға немесе мамандандырылған кәсіпорындарға, контейнерлер мен уақытша қойма орындарына су тұруға қарай жинауды және әрекетті ұйымдастыру, профильді уақытылы қалпына келтіру, шұңқырларды толтыру және бетті тегістеу. Өсімдіктер мен жануарлар әлемі. Қазақстан Республикасы Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Автозакром республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны сіздің өтінішіңізді қарап, жауап ретінде мынаны хабарлайды. Автозакром деректері бойынша учаске қаралашу координаттарына ерекше қорғалатын табиғи аймақтарына жатпайды. Сонымен қатар, аталған координаттарда маусымдық көші-қон жолдары өтетінің және сирек және құрып кету қаупі төнген жабайы тұяқты жануарлардың, атап айтқанда жабайы қойлардың, яғни атқалардың мекендейтін орындары болып табылатынын хабарлаймыз. Абай облысы бойынша облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі іс-шаралармен келісу бар. Жобада жасыл желектерді бұзу көзделмейді, жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану көзделмейді. Жануарлар мен өсімдіктер әлемінде теріс әсерді азайту үшін жобада іс-шаралар кешені көзделеді. Олар персоналды оқытудың және қозғалыстың оңтайлы схемаларын әзірлеу арқылы жұмыс аумағы бойынша автокөліктің қозғалысын келтіру, өндіріс және тұтыну қалдықтарын полигондарға немесе мамандандырылған кәсіпорындарға контейнерлер мен уақытша қойма орындарын толтыруға қарай жинауды және әкетуді ұйымдастыру, қызметкерлерге жануарды аулауға жол бермеу және құстардың ұяларын бұзу туралы нұсқауды, жануарлардың жаппай көші-қон кезінде өндірістік жұмыстарды тоқтата тұру, экологиялық мазмұнды ағартушылық жұмыс. Өндірістік және тұтыну қалдықтары. Жұмыстарды жүргізу кезінде негізгі қалдықтар, коммуналдық тұрмыстық қалдықтар, дәнекерлеу электрондарын пайдаланған ширек және пайдаланылған май болып табылады. Қолданған пайда болған жерінде жинақталуы. Жұмыс жүргізу кезінде түзілетін өндіріс және тұтыну қалдықтары арнайы бөлінген алаңда уақытша жиналады. Қалдықтардың жиналуына немесе кәдеге таратуға шығарылады. Қалдықтардың жиналуы 6 айдан аспайды. Егер барлық іс-шаралар болады. Физикалық әсері. Жобаланған жұмыстардың физикалық әсер ету деңгейі жергілікті және уақытша болып табылады. Жалпы жоба халық пен персонал денсаулығына физикалық әсері жұмсақ деңгейде бағаланады. Әлеуметтік экономикалық орта. Жобаны іске асыру жобаланатын объекттердің маңында олардың шаруашылық қызметіне немесе демалыс тобы саласында тұратын адамдардың мүдделеріне теріс әсер етпейді. Жалпы алғанда қоршаған ортаға әсері өте қолайлы деп бағаланады.
полигондар мен аумақтарды санитарлық эпидемиологиялық жағдайына әсер ететін басқа объектілерді орналастыру жоспарланбайды. Жоғарыда айтылғандарға сәйкес жобаланған жұмыстар қарастырылып отырған ауданның әлеуметтік экономикалық дамуына оң әсер етеді. Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы. Ластаушы заттардың шығарындыларын бақылау уақытында жобада әсер ету аймағының шекарасында заттай зерттеулер жүргізу көзделеді. 500 метрден ауа сынамаларының азот диоксидіне, органикалық құрамына талдау жүргізу ұсынылады. Атмосфералық ауа сынамаларын алу жұмыстары рет жүргізіледі. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары. Жобада қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайту мүмкіндіктері іс-шаралар көзделген. Олар суды пайдаланып бұрғылау жұмыстарын жүргізу, сарқынды суларды тестілген орындарға беру, сумен жабдықтау жүйелерін енгізу, мобильдік орнату. Барлау жұмыстары мен бұзылған жер учаскелерін рекультивациялау, бұзылған жерлерді қалпына келтіру кезінде аумақты көгалдандыру, яғни шөлдеу, қызметкерлеріне жануарларды аулауға жол бермеу және құстардың ұяларын бұзу туралы нұсқаулық. Экологиялық мазмұндағы ағартушылық жұмыс, сигналдық қоршау ленталарын пайдалана отырып, жұмыс аумағында және жануарлар шоғырланған жерлерде арнайы ескерту бекеттерін орнату. Өндірістік жабдықтар мен техникалық тораптарға түсу нәтижесінде жануарлар дүниесі өкілдерінің кіруін және кездейсоқ өлімін болдырмау үшін бұрғылау алаңдарын қоршауды ұсынады. Жабайы жануарлардың, оның ішінде қазақстандық тау қойларының, яғни атқарлардың мекендеу ортасын, көші-қон жолдарын сақтау үшін іс-шараларды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстанның биоалуантүрлілік сақтау қоры Қазақстан қорына қаржы аударымдар. Және де қатты тұрмыстық қалдықтар түзілуін және өндірістік қалдықтарды есепке алу, оларды полигондар иелеріне мамандандырылған ұйымдарға беру үшін уақытылы әкелу. Менде баяндама аяқталды, тыңдағандарыңызға рахмет. Oldu veririz. Hayır. Bizim aramızdan değil. Fırat'ta çok. Талқылауға көшеміз. Рұқсат. Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болса, және тұрып аты жөніңізді таныстырып, сұрақтарыңыз қойсаңыздар болады. Сразу барлық заң аясында болсын. Эльдана, у вас есть вопросы? Бар ма, жоқ па еді сұрақтарыңыз? Егер ниет білдірушілер болмаса және барлық сұрақтар қосылса, біз қорытындыға көшеміз. Қоғамдық тыңдаушылар өткізу ережелеріне сәйкес кәсіпорын қоғамдық тыңдаушылардың нәтижесі бойынша қоғамдық пікір ескере ұсынылған жоба өзгерістер енгізу тиіс. Қоғамдық тыңдаулардың хаттамасы атқарушы органдарға беріледі және Абай облысы табиғи ресурстар және табиғи пайдалану реттеу басқармасы мемлекеттік мекемесінің интернет ресурстары сондай-ақ келіп түскен ескертулер мен ұсыныстарды ескере отырып, қоршаған орта мен табиғи ресурстар жай-күй туралы ұлттық деректер банк ақпараттық жүйесіне жарияланады. Қатысқандарыңыз үшін рахмет, барлықтарыңызға жақсы. Все, мы слушание завершили по регламенту. Всем до свидания. Эльдана, до свидания.